Шерхан бота мен Ернарды ұстап берді. Ақбота Шерханның ұсынысынан бас тартқаннан кейін Шерхан Ақботаның бүкіл былықтарын жайып салды. Ол Ақботамен қарым-қатынасын жалғастырмағанына риза болғанын жазды. Сонымен бірге ол Ернар екеуінің эфирден тыс көп іспен айналысып жүргенін ашық айтып пост жазды. Жалған ай тоқтаса да жайыма қалдырмаған Ақбота. Менің көз алдымда Ернарға бір үміт беріп, үміткерінің алдында бетімді қайтарды. Халықтың алдында қайтарды. Таныстық тоқтағанына 18 күн болды, қарайтын қыздар қарайтын еді, көндім бәріне. Аллаға шүкір дегенім, Ернарға дайректе жазып сөйлеседі, тана көзін сүзбесе, бұқа жібін үзбейді. Мен сыртта есігінің алдына бардым, бір емес 2-3 рет бетімді қайтарды. Енді мен не істеуім керек? Таңдауы болған мені. Еш мақтамады, тек төмендетті. Менің сөзім жоқ. Просто бақытты болсын. Жігітті төргеде, көргеде сүйрейтін әйел, деп жазды Шерхан Инстаграм желісінде. Бота да Шерханға жауап жазды. Ең бастысы, мен 200-де емеспін. Кімнің қандай адам екенін, ниетін түсінетін уақыттарыңыз жетті ғой. Мен сыртта сезіміне жауап беріп, эфирде жоқ деп тәкаппарлық танытсам, мені сөгуге болар еді. Бірақ менің сыртта да, эфирде де берер жауабым жоқ. Шерханның эфирде қайта-қайта сезімін білдіргеннен жүректеріңіз жібіп жатқан шығар. Бірақ шын сезімі болса шүкір Алла демес еді. Басқа айтарым жоқ, деп жазды Ақбота қызымыз. Желі қолданушылары Ботадан Айдоспен таныстық не болды деп сұрады. Ақбота көрермендердің сұрағына жауап бермеді. Есесіне Ернар өзінің жаңа үміткерімен кездесуі жайлы видео жариялады. Бірақ Ернардың Ботаға деген сезімі әлі де өшпеген сияқты. Бүгінгі эфирде Шерханды лақтырған Ботаның арасына түспек болған Ернар бар шындықты жайып салды. Дегенмен Бота мен Айдостың таныстығы жалғасты. Кейбір желі қолданушылары Айдостың Ботамен арақатынасы аяқталғаннан кейін Айдос жаңа қатысушы болып келеді деп жарыса жазып жатыр. Ал Бота мен Шерхан әлі де әлеуметтік желі арқылы бір-біріне ауыр сөздер жазып, бір-бірінің артын ашып жатыр.